Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда сіздерге өте ерекше және жасалу жолы өте оңай ыстық тағамның түрінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Тағамға қажетті заттардың барлығын ең алдымен дайындап аламыз. Яғни еттерімізді видеода көрсетілгендей етіп, ірілеу етіп тураймыз. Сол кезде тағамда өте әдемі көрінеді. Келесі кезекте пиязды тураймыз. Пиязды мен ұсақтап турадым. Қуырған кезде өте әдемі болады және де үлкен болып көрінбей тұрады. Сонымен қатар картоп, сәбіз барлығын видеода көрсетілгендей етіп, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа қылып, барлығын төрт бұрыштылап турап дайындап қоямыз. Міне біз барлық заттарды турап дайындап алдық. Енді кезекте тағамымызды қуырып, дайындап бастаймыз. Ең алдымен қызып тұрған ыдысымызға майымызды құйып, майды қыздырып аламыз. Май қызғаннан соң ең алдымен етімізді салып, 1-2 минут қана қуырамыз. Өте қатты көп қуырудың қажеті жоқ. 1-2 минут қуырып аламыз дағыны. Келесі кезекте ұсақтап туралған пияздарымызды бетіне салып, араластырмай бетін жауып, тағы да 1-2 минутқа қалдырамыз. Міне 1-2 минуттан соң бетін ашып, жақсылап бір араластырып аламыз дағыны. Келесі кезекте сәбіздерімізді салып, тағы да 1 минут немесе 2 минуттай араластырып қуырамыз. Содан соң осылай соевый соустан 2-3 қасық қоссаңыздар болады. Еттеріңіз өте жұмсақ, үлбіреп пісетін болады. Соевый соусты құйғаннан соң бетін жауып, 5-7 минутқа тағы да қалдырамыз. Өзінің сөлі бөлініп шығады. Содан соң картоптарымызды және де осылай болгар бұрыштарын қосып, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Осы аралықта біз суын дайындайтын боламыз. Яғни бір кесе суымызға 2 қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң осыны біздің подливке құятын боламыз. Сол кезде біздің подлив сұйық болмайды, өте қою да болмайды, бір керемет болып шығатын болады. Ерекше болып шығады, қоюлау, сылдыр су болмайды, өте тамаша болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Тұз қосуды ұмытпаңыздар. Тұзын дәміне қарай қосып, жақсылап араластырып, бір қайнаған соң өте баяу отта еті піскенше пісіріп алатын боламыз. Міне байқасаңыздар, өте керемет болып шықты, қоюлау және де өте табиғатшылықтай болып шықты. Келесі кезекте біз гарнир дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған майымызға тазалап жуылған күрішімізді салып, жақсылап 3-4 минуттай қуырып аламыз. Сол кезде біздің күріштеріміз шашылып, өте тамаша болып шығады. 3-4 минут қуырып алғаннан соң бетін жабатындай су құйып, дәміне қарай тұзын салып, тағы да су тартылғанша қатты отта бетін жауып қоятын боламыз. Міне осылай су тартылған кезде, қатты тартылмайды, міне осылай болған кезде осындай мен секілді жүгері қоссаңыздар болады. Бұл жүгері өте әдемі көрінеді, сонымен қатар дәмі де ерекше болады. Мен осылай жасадым және де осылай қалдырып, бетін жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Міне байқасаңыздар, өте шашаңқы болып, керемет болып шықты. Табиғатшылықтай тағам болды, дайын болды. Енді кезекте тағамды әдемілеп ыдыстарымызға салып, отбасымызға ұсынатын боламыз. Міне мен осылай кесеге салып, бәрі видеода көрсетілгендей етіп, салып, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар, керемет болып шығады. Түрінің өзі табиғатшылықтай өте тамаша болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер менің видеоларым ұнап жатса, каналға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.
Сонымен қатар достарыңызбен, аналарыңызбен, құрбыларыңызбен осы видеоны бөлісе отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.